Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен жаз мезгілінде салқындатып ішсеңіз шөл басатын көже дайындайтын боламын. Мен көжеге арпа бидайы және күріспен жасайтын боламын. Ең алдымен күрішіміз бен арпа бидайымызды ыстық суға жуып аламыз. 5 литрлік суымызды отқа қоямыз. Жуылған күрішіміз бен арпа бидайымызды салып, татымына қарай тұзымызды салып, бір сарқылдатып қайнатамыз. Қайнағаннан кейін бетіндегі көбіктерін аламыз. Және бай отқа қоямыз. Күріші мен арпа бидайы езіліп, нағызы шыққанша қайнатамыз. Арпа бидай мен күріші езіліп піскеннен кейін 2 сағатқа салқындатамыз. Және салқындағаннан кейін бір кесе айранымызды және дәміне қарай қысқы болсын деп мен құрт салдым. Құртымызды салып, салқындатып қоямыз. Көріп тұрғандай көжеміз дайын болды. Салқындатып ішсеңіз сөліңізді басады және жаз мезгілінде таптырмас сусын. Егер де каналым ұнап, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Менімен бірге болыңыздар.